Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда ерекше дәмді болып дайындалатын қуырдақтың рецебімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыс барысын полгорки қызыл перецті солонка тәріздес етіп, артынан майдалап төртбұрышты етіп турап аламыз. Екі кішкентай қызыл пиязды да дәл солай турап аласыздар. Егер сіздің қызыл пиязыңыз үлкен болса, онда бір пияздың өзі жетеді. Бір чеснокты алып, оны да майдалап турап аламыз. Енді дәмдеуіштерді саламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тартылған сиыр еті, дәміне қарай тұз, укроп, бір жұмыртқаны салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Қызып тұрған майға картоптарымызды салып, қуырып аламыз. Картоп қызарып піскен соң, оны сүзіп аласыздар. Фаршты дөңгелек формаға келтіріп, оны да піскенше қызартырып қуырып аламыз. Осылайша біздің дәмді әрі ерекше қуырдақтарымыз тез пісіп дайын болады. Су құйып қазанға қайтадан пісірудің қажеті жоқ. Майға қуырған кезде бірден піседі. Тамақтың бетіне пиязды салып, дастарханға ұсыныңыздар. Өте дәмді әрі ерекше кешкі ас. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, парақшаға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар.